Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Қазақстан көп этносты, көп дінді мемлекет. Талайдың тағдырын бір арнаға тоғыстырған осынау қасиетті жерде 100-ден астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бір мақсат, бір мүдде аясында тірлік кешіп келеді. Сол халықтардың бірлігін сақтап қалу үшін барлық этнос өкілдеріне бір шаңырақ астында бейбіт өмір кешуге жағдай жасау үшін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы басқа елдерде жоқ қоғамдық институт құрған еді. Бұл институт Қазақстан халқы ассамблеясы. Ассамблеяны құру идеясын Нұрсұлтан Әбішұлы алғаш рет 1992 жылы Алматыда өткен Қазақстан халықтарының бірінші форумында ұсынды. Дайындық жұмыстары аяқталған соң 1995 жылғы наурызда жаңа қоғамдық ұйым Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Осылай жалпы қазақстандық бірліктің бірегей моделі іске асырылды. Бүгінгі біздің кітапханамыздың қонағы ішкі саясат бөлімінің бас маманы Жамансарина Гүлдана Мағауияқызы. Гүлдана Мағауияқызы, сәлеметсіз бе? Кітапханамызға қош келдіңіз. Жоғарыда атап айтқандай, сіз ішкі саясат бөлімінің бас маманы болып табыласыз. Сол бөлімінің функциялары мен қандай жұмысы бар, сол туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлдана. Қарабалық ауданының ішкі саясат бөлімінің бас маманы болып жұмыс атқарамын. Негізгі біздің бөлімнің негізгі міндеттері, функциялары ол Қазақстанның жалпы стратегиялық даму басымдықтарын және Қазақстан Республикасының президентінің жыл сайынғы жолдауын насихаттау, түсіндіру болып табылады. Және де сонымен қоса Қарабалық ауданында дін және жастар саясатын жүргізу, сонымен қоса Қазақстан халқының президентінің саясатының, Қазақстан Республикасының үкіметінің бағдарламаларының, соның ішіндегі ең үлкен бағдарлама ол рухани жаңғыру бағдарламасы. Сол салада жұмыс жүргіземіз, насихаттау жұмыстарын жүргіземіз. Және де Қарабалық ауданының жаңа дін мәселелері бойынша зерделеу, талдау жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қоса ақпараттық түсіндіру жұмыстарын өткіземіз. Яғни ақпараттық түсіндіру тобы қалыптасқан. Сонымен қоса Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаңа рәміздерінің орналасуын қадағалап отырмыз. Сіздің атқаратын жұмысыңыз өте көп, иә? Ал Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі міндеттері мен мақсаттары қандай? Жалпы Қазақстан халық ассамблеясының негізгі міндеттері ол этносаралық қарым-қатынасты реттеу, қоғамдағы жаңа қоғамдық саяси тұрақтылықты қалыптастыру болып табылады. Соның ішінде жаңа Қазақстан халқының жаңағы мәдениетін, тілін, салт-дәстүрін, оны ары қарай дамыту, жаңғырту, сақтау болып табылады. Осы Қазақстан халқы ассамблеясына медиация кеңесі, аналар кеңесі кіреді. Осы біздің ауданымызда этносаралық жағдай қандай? Осы кеңестер қандай рөл атқарады? Қарабалық ауданында жаңа қоғамдық келісім кеңесі, аналар кеңесі және кәсіби немесе кәсіби емес медиатор жұмыс жасайды. Жалпы әлеуметтік зерттеулерге қарағанда Қарабалық ауданында этносаралық жағдай өте тұрақты. Егер де бір проблемалық сұрақтар болып жатса, аналар кеңесіне, не болмаса жаңа қоғамдық келісім кеңесіне хабарласуға болады. Яғни телефон номерлары үнемі әлеуметтік желілерде және ресми сайттарда жарияланып отырады. Және де әсіресе медиаторлардың жұмысы туралы айта кететін болсақ, қазіргі кезде Қарабалық ауданында көптеген мәселелер, жаңағы даулы мәселелер сотқа дейін осы медиаторлардың көмегімен шешіліп жатыр. Көмек тегін беріледі. Кез келген адам хабарласуға болады. Егер де бір сұрақтар болса, сіздің отделіңізға да хабарласуға болады, иә? Біздің бөлімге тікелей хабарласуға болады. Дін мәселесі бойынша сұрақтар болып жатса, онда мешітке, не болмаса шіркеуге, не болмаса Қостанай облысының психологтар ассоциациясы қоғамдық қоры бар, сол жерге тікелей хабарласып, кеңес алуға болады. Және де сонымен қоса айта кететін жағдай, біздің бөлім бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, дін мәселесі бойынша діни сауаттылықты арттыру және этносаралық қарым-қатынасты
даулы мәселелерді болдырмас үшін, алдын алу үшін жаңағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жұмыс жасайды. Осы біздің ауданымызда этносаралық жағдай тұрақты болады деп сенемін. Даулы мәселелер ешқашан болмайды деп үміттенемін. Гүлдана Мағауияқызы, сізге көптен көп рахмет, бізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Рахмет сіздерге.